Ay, Baş atasına. ama götürme. Sizin Kudanın annesi Kamal ağasının balası bizim Karışanlık'ta Ең үлкен жаңағы жеңгесі деді ғой енді жеңгесі анасы осы әулеттің үлкен анасы екенсіз давайны ашып Nasılsın? Albanızda ne? Puanın vermek için. Nasıl bir şey? Nasıl aşağısı? Nasıl sizin diyetiniz diye. Ağayın kolu bir kere gelin. Kasmış şalvar, şafa, mınşa, Krönski mata, Germanski mata, Amerikanski mata, Fransuski, Angliski. Bu ağay kolu bir kere. Bileziği var. Şimdi bileziği var. Ot paketler değil onun ağzına bakası. Kudağa kıyızlarımız var yok. Kabıllar kudağa Turetski kıyızlar var.
Ramira, Olcan'a. Kuşuna ver, kuşuna.
мындай да. Bata beredi ғой енді нақсы. Солай қалмады. Құдай беріп тұр. Қыз жақтан бала жақтан жетіп құда қалмады берсін. Түнімен әңгіме айтамыз. Қалмаған ше жүрегіміз тұрмайды. Маған шуылдақ жоқ. Залдан орындық алып шығыңдар. Жаңа кішкене Sabır şamalı. Kesmeyin. Бұрыннан келе жатқан салтымыз, қалың сылтыз болсын, кәдес дегенде қалың малын әкеп, жасап, мына бауырым, жүрегі жарылып, жаңағы, туған туысқан жалғыз бауырымның ғана емес, барлығымыздың жүрегіміз жарылып, осы естігелі ұйықтай алмай, жаңағы түнде түс көретін болдық, ой, осы тойымыз қалай болады екен деп. Енді Аллаға шүкір бұл күнге де жеткізгеніне Аллаға мыңдап шүкірлер айтамыз, жастар бақытты болсын, араларыңызда жорға қатынасын, сіз біздеріңіз жойылмасын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын, бәріміздің құдалықтарымыз мың жылдық болсын, сіздердің қыздарыңыз бізге құт болсын, аяғы құт болып кетсін. Енді жаңағы үлкені болғаны кейін, мына алдымда екі ағам, одан кейін менен кейін Шаймардан. Сол жаңағы қыздардан үлкені болғаны кейін ба, әйтеуір енді жаңа ананың қасында көбірек, әжелердің қасында көбірек жүргеннен кейін ба, мен енді үлкен аналарындай болып, осы әйтеуір бір келінді алыңдаршы деп туған туысқанға да айтып бір-екі жылдан бері елден жұрттан ұятып болды, мынаны балдарының қыздарыңдаршы тегі зорлармен өндіреміз қайтеміз деп жүріп, бұл Алланың құдіреті екен. Алматыда талай жүрсе де бір-біріне кездеспей, осы жақында кездесіп, екі жас бірін-бірін ұнатып, біз осылай шештік дегеннен кейін жүрегіміз жарылып, осылай екі жақ әйтеуір бала арқылы сөйлесіп, қыз арқылы сөйлесіп жатырмыз. Бүгін келіп, жүздеріңізді көріп, өздеріңізбен танысып, мына шаңырақтарыңызға міне ілу әкеліп, қазақтың салтынан, ата-бабамыздың салтынан келіп, аруақтарыңыз ырза болсын деп өткен, тірілердің бәрі ырза болсын мынау деп жатырмыз. Енді тек Алладан жақсылық тілейміз. Қыздарымыздың аяғы бізге құт болсын. Енді мына құдаларымыз қалың малды тапсырсын. Өйткені мынаған салайық десек, бәрі сыймады. Соған былай мейізден жаңа ақ пакеттерде не қылып көріп өздері санап аларсыздар енді. Мына миллион деп жатырмыз енді қызды. Бір лимон дегенде бір лимон. Allah razı olsun. Söyle zamanlamanda dərіне жеткен шығар. Ешқандай кемістігі жоқ деп ойлаймын. 5-те 5. 55. Енді біздің заң бойынша осы жақтың үлкені бата береді бізге. Сіздерден үлкен бата берсін. Бір емес, екі адам үш адам. Апшылар екен. Жас мына балапандарым бақытты болып, аттап басқан алтын босағасы берік, шаңырағы биік, елдің қатарлы, өз қатарының теңі болсын, қосағымен қосағарсын. Оңғаржан құт берекелі балаңның біреуі болады бұл. Қызды берген Құдай ұлды да береді, ұл берген Құдай келін береді. Жақсылық, береке, мереке болсын, той қыласын, той көп болсын. Құдалар айналайын мынау алып атқан балапан қыздарың аялап әлпештеп баққан ата-анадан, ұшырып атқан ұядан, қонды ғой жаным қиядан деп сіздерге құт береке болсын.
бақытты келін болсын, армандарыңа жетіп, немерелі шөберелі болсын. Құда қаласа бесік той болып, тойға, дорба, жорға қатынайтын ағайын туысқан құдалар болыңдар. Амин, айналайын. Рахмет. Қыдырды үйлеріңізге алып келсін. Шүкірлеген үйінде бала-шаға көп болсын. Öldürüyor, o işini kadar yapıyor. Mına ne жаңа құдағиларымыз сәл келе алмай қалды ғой енді құда қаласа әлі ай жақсылық өтсе соның анасы ағзалықта анамыз үлкен құдағиымыз біздің жаңағы Татьяна құдағиымыз бата береді. Ал енді өзіңіз бата беріңіз, бата беріңіз. Мамаға қарай алмайын десе міне жарылқасын қыдыраса ешқайым болмасын әруақ Құдай қолдасын. Құдай бақ берсін, 2 жасқа бақ берсін де нақ берсін. Қыдырмен бақты әпкесін, қыдыры қиял алсын, періштесі ұял алсын. 2 жас бақытты өзінен өніп өсіп кете берсін. Екі елге де құтты бола берсін. Келінің аяғы ояққа құтты, күйеудің аяғы бияққа құтты болсын. Келінің аяғынан шопанның таяғынан деген ғой енді. Құдай бәрі бақытты болып, өніп өсіп көбейе берсін. Тілеулесін. Көре берсін. Құдайым көп берсін, қазір жеткесін, бабалардың әруі қолдай берсін, 2 жас бақытты болсын, өрлі шөгілі болсын, 2 жаққа да инабатты болсын, тойлар той қаласа берсін. Аздықма да атам. Nağaş atasın. Canım şeyin, ya. Al bata gerek, batanı veret, aman bayday krasatçık ata gerek. Ой, рахмет, міне. Аумин. Аумин десеңіз сіздер бата берейік біздер. Айналайын Гүлнар қызым. Мынау шаңырағың тіккен үйің кең болсын, шаңырақтарың берік болсын, уғың мықты болсын, шаңырағың берік болсын, кереген мықты болсын. Әр уақытта сол тіккен үйінің ішінде жаңағы дастарханы мол болсын. Қазаны қаспақты болсын, қазан ошағың оттан түспесін, ат көлігің сайлы болсын, дендерің сау болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Осы отырған кісілердің де баталар жалғасып 40-тың бірі қыдыр дейді. Осы кісілер де әумен деген ішінде бола берейік. Және осы әумен деген нәрсемізді Алла Тағала қабыл болып, періштелер әуменде қол жайып не қыла берсін. Ниет қабыл разы. Аллаху акбар. Алдың алтауызы Қанат Кәдери. Біз енді өнерпаздар құдалардың құрметіне, тойдың құрметіне ән салып жатырмыз. Баяғыда бір қария құдалыққа барыпты. Бойдағы екен жаңағы қариямыз. Келгеннен кейін жаңағы төрге шығарып құда деп құрмет көрсетіп, біраз уақыт өтеді. Сосын әлгінде апаларымызға қарамай, киіз кімдікі болса білек соныкі, абай алдың алтауыз болсын. Жаңағы бойдақшады екен. Қарап апаларымызға қадалып қоймағасын, апаларымыз қарап отырмайды, күміс құманайдан бастап жібереді. Жоқ болсын деп тағы айтқызады, 2-3 өлеңді қатар айтқызады. Сөйтіп ана шағыр риза болып орнынан тұрып, қалтасында бір мыжылып бүктеліп қалған 2-3 теңге бар екен, өлең айтқан кемпірдің қалтасына салып жеп бетінен сүйіп кетіп бара жатыр дейді. Ана жерде шалып отырған қызған жоянады ғой, қайдағы бойдақша құдам деп сылтауратып кемпірдің қалтасына запискасына қат қыстырып кетті ма деген шығар. Бір ұр топ еткізді ана жерде. Сөйтсе апамыз шалын айтып жатыр дейді, ай дұрыс қылдың шалау деді. Қараңғалға берген 200 теңге тағы ұялмай бетіне сүйіп кетті. Сөйтсе ана қария қауқарлы екен, орнынан қарғып тұрып, иектің астынан бір қойып шалғасынан құлады. Қанғалып, көз бағалай апамыз құдасын айтып жатыр дейді, ай құдеке сауап қылдың не сызға. Қызғанып біреуге сүйгізбейді, өзі сүймейді деді. Сен кәрі жасын береді дейді, мына Аллаға шүкір, алдымызда 90 түрлі, тағам 90 түрлі дәмден бар. Аман емес. Енді кешегі 70 жыл құдайсыз қоғамда өмір сүріп тәрбие алса да кейінгі ұрпағына салты мен дәстүрін жоғалтпаған. Қоңышнақ, қоңыр сопы. Қоңышнақ дегенде бір қоңыр сопы. Қоңышнақ деп айта берсін. Жоқ, қоңырат. Жиенбек қоңышнақ деп келеді ғой енді жаңағы орайын. Қожа Нияз қоңышнақтың ішінде. Майшы, неде қоңыр сопының балдары дейді.
Мынау 300-ден құралған, қырғырдан таралған мына қарға тамырлы қазақпыз. Елдің жаманы болмайды. Мына мен Қардағы деген жерде тұрам. Біз енді ес білгелі мына Саңғыл, Маңғытай, жетімдер, Қоңышнақ, Божбан. Шатал жетімдер дейміз. Баяғы Амангелді Сапқоз деген болатын, қазір Нұртас ауылы. Ол жақ кілең жетімдерлер. Сайыздың кезінде баяғыда білесіздер, рубасылар деген болады. Ол кісілер жаңағы елдің, тұтас бір елдің дауын шешіп, тентектері болса, жөнге салып, азаматын ардақтаған асылын. Сондай бір кезең ғой. Сол сайыздың кезінде көктемнің күні жауын жаумай, бір қырғашық төбеде кеңес болып жатса керек, мұсылманбыз ғой. Көктемнің күні мынау жауын болса жаумай кетті. Діңгегіміз дінмен байланған қарға тамырлы қазақпызын Алладан тілеп тасаттық берейік депті. 5 сомнан жинап. Сөйтсе қариялар ұрсып сөйлеп жатыр дейді, естерің дұрыс па немене бәле бұл? 5 сомнан жинап не қылмақшысыздар? Ысырап қып. 3 сомнан жинасаңдар жетеді ғой деп. Мақы деп өкілердің айтқан зат 3 сомнан жинап, жылық сойып Құран бағыштап тасаттық беріп жатыр дейді. Құдайдың құдіреті тасаттық беріп, Құран бағышталып болғаннан кейін өсіріліп, бұршақтап, бет қаратпас жауын болып жатыр дейді. Ілінген затты жаңағы боқпалап, алып қашып, әбіржіп жатыр дейді. Самауыры бар, шайнегі бар. Сөйтсе жаңағы жауының астында тұрып, бір Саңғылдың баласы айтқан екен, әбеке жетімдерлер неткен әулие адамдар еді деп. Әй неге десе, 3 сомнан жинап дұрыс қылыппыз, 5 сомнан жинағанда жауының астында қалып өледі екен. Әр елдің өзінің тентегі момыны болады. Енді кешегі мынау жаугершілік заманда Қалмақтың ауылына келіп, Қоңтайшыға мына Қазыбек бабамыз былай деген екен, ей, сен жауласып бітпедің, мен дауласып бітпедім. Арман тілегіңді айт дегенде Қоңтайшы Қазыбек бабамызға былай деген екен. Сен анау 13 жасында даудың басын шешіп қайырғанда, шіркін осындай бір ұрпағым болса деген арман тілегім болған еді. Қазыбек, мен сенің қасиетіңді біліп қалдым. Енді мен сенімен құда болғым келеді. Сен менімен құда боласың деді. Мына өте көреген Қазыбек бабамыз. Енді тұтас кәпірге қыз беруге болмайды деген, ана кәпірден қыз алсақ, әйтеуір ел жұрт бар мұсылман кешіпті, насихаттап, уағыздап, үйретіп алармыз деген ниеті болған шығар. Жарайды депті. Келістім, құда болам десем, арман тілегім болса, құда болайық, бірақ менің саған беретін қызым жоқ. Сен маған қыз бер, құда болайық. Менің саған беретін қызым жоқ, менің 1 жарым ұлым бар депті. Сонда ашуға мүлғып, ей Қазыбек, сен не айтып тұрсың? Сенің дағарадай 5 ұлым бар деп естуші едім деп. Сонда Қазыбек бабамыз тұрып былай деген екен, дұрыс айтасың деп. Менің анау 4 ұлым бар депті. Көзім кетсе, мен бұл дүниеден өткенде олар тек қатыны мен мал мүлкіне ғана ие болатын ұлдарым. Сол себепті жарты ұлым деп есептеймін. Ертең күллі Алашқа мына қазақтың жеріне иелік етіп бас болатын, бек болатынды тұтас бір ұлым деп есептеймін деп. Мынау бағаналы жақсы тілектер айтылып жатыр. Құдай қаласа мынау Алла қабыл етіп, ұлдарымыз Әбдіғаппардың ұрпағы, кешегі мынау тарихтағы Қазыбек бабам айтқандай, ел билейтін, ел құрметтейтін азаматтар, салиқалы, иманды ұрпақ дүниеге келе берсін. Әрқашанда қазақтығымызбен мақтан етіп, келесі арнауында осындай жастарымыздың құрметіне болсын. Мен қазақпын, елімменен мақтанам, туған жерден қуат алам, шаттанам. Намыс кернеп көк туымды көргенде, әнұраным шырқалғандай бақтабам. Намыс кернеп көк туымды көргенде, әнұраным шырқалғандай бақтабам. Мен қазақпын, жерімменен мақтанам, құлындарым тұлпар қылып баптаған. Балапанын қыран етіп ұшырып, 5 қаруын белге байлап саптаған. Мен қазақпын, халқымменен мақтанам, ұлылардың өлеңдерін жаттаған. Қилы заман өтсе дағы басынан, бар дәстүрін ұмытпаған, сақтаған. Қилы заман өтсе дағы басынан, бар дәстүрін ұмытпаған, сақтаған. Мен қазақтың қыздарыммен мақтанам, жігіттері армандаған, мақтаған. Шолпыларын сылдыр қағып тағынып, ақ көйлекпен ақ босаға аттаған. Шолпыларын сылдыр қағып тағынып, ақ көйлекпен ақ босаға аттаған. Мен қазақпын, ұлдарыммен мақтанам, күш қайратын босқа сермеп жатпаған. Қоршауында жауларының тұрса да, өз отанын, өз отбасын сатпаған. Қоршауында жауларының тұрса да, өз отанын, өз отбасын сатпаған. Мен
қазақтың аналары мен мақтанам, баласы үшін аяз кешім таптаған. Әнге қосып, жырға қосып, көңілдеп, әлдеймен айналған ғой ағанам. Әнге қосып, жырға қосып, көңілдеп, әлдеймен айналған ғой ағанам. Әмин деп баталыр. Келе қауmin. Менен той боласын, тойдан кенде болмасын, екі жас бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Бәлеріңіз той көріңіздер. Құдам берген olsun. Мен сол байладым екі ай. Сол сіздерге бұйырсын. Құда деп құрметтеп бірінші бас қойып баталамыз. Құдағайдың алдына жақ қоямыз деп, әр елдің салты басқа. Мына Атырау жақта кейбір өңірде сират қояды батыста. Кең көсін деп, ана ырымшылеріміз ғой. Тараздың кейбір жерінде құйымшақ қояды Құдағайдың алдына. Өткенде сұрайды, сен тамадасың ғой, ол жақта құйымшақ қояды Құдағайдың алдына деп. Ырымшылерімізға апапты ошаңда егер тұрсында құйымшақ қояды деп жатырмыз. Мына жақты бүтіндей емес жаңағы бөліп айырып әкелеміз ғой Құдағайдың алдына жақты. Бұл да бір сый құрметтің астары белгісі шығар. Осындай көпшілік құда келіп жатқан жас келіндер көпсінің байына жете бермей Құдағайдың алдына жақ бүтіндей кіріп кетті. Анау бүтіндей қойып қалған жақты көріп енесі былай шығарып алып строй салып жатыр дейді келіндерін. Ай, 15 күн ай қарап жүрсіңдер ме? Құдағайдың алдына жақ бүтіндей кіріп кетті ғой, ұят болды ғой. Бар айырып әкеңдер деп. Аналар сасқалақтап бірілдеп бір-біріне сілтеп жатыр. Сен кір деп. Ең кіші келінге қолына пышақты береді да, звонен кіші ғой, сен бар Құдағайдың алдына сен кір деп. Барып соны енесінен дүрсе қоя берген бар, сасқалақтап қалдырып, қолында пышағы бар, жүгіріп келіп Құдағайдың төбесінде тұр дейді. Кешіріңіз Құдағай, жағыңызды айырып жейін деп айтады. Дегенмен де мынау әзіл сөз күннекке жақсы дейді. Келгендей сөз төгуге бүгінін бай, Алланың туа берсін күні мұндай. Ақ тілектің тізгінін мен берейін жастардың ата-аналарына деп, арудың өлген келісті қос бұрындай дегенде үлкен дәмде жастардың ата-анасына үлкен тілекті берсем, Адырына құда болып құдай қаласа бір тұғырға қатар қонып тілегі ниеті бір жандар тойымыз той қаласып жатыр. Кейінгіге мінекей үлкен ұлағатты іс тәрбиелік мәні бар деп құдай қаласы осындай күн баршамызға нәсіп етсін. Адырына шәке көр аттап күңіміне құда деген атақты емделіп жатыр. Құтты болсын, жастар бақытты болсын, өмірлері жақсы болсын. Адырына құда тілек айтқалы жатыр, сабыр сақтап тыңдайық. Құдай етіп жоқ қойып. Құда отырыңыз енді, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Тыңдаңыздар шабаны. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Екі жас бақытты болсын. Екі жаққа да осы балалардың қызықтарын көруге Алла жазсын. Дендері сау болсын, бақытты болсын, бізге болашақ. Дендері сау, нағыз қазақтың азаматтарын дүниеге әкеле берсін, біздің ұрпақтарымызды жалғастыра берсін. Тек барлық жақсылықты осы Құданың үйінде тілейміз. Осы отырған кісілердің барлық үйлеріңізде той болсын, барлықтарыңызда қыз ұзатып, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондыра беріңіздер. Тек жақсылық болсын, тойдан тойға жете берейік. Баяғыда той жиында көріп қалса құдасын көрсе болды, құдайға ауылға келіп кетпейсің ба, қонақ болып кетпейсің ба деп қоймай деген. Бірақ арнайлап шақырмай деген да, көрсе болды айта береді, құдайға ауылға қашан келесің, қонып кетпейсің ба деп. Сосын бір күні ойлады бай, өмір көрсем, кеп кетпейсің ба, жатып кетпейсің ба деп айтып, шақырмайды арнайлап. Бір шақырдыңыз жатып алайшы деп құдасының алдына келіп, бірақ та жатып апты. Сөйтсен құдасы қызылдап құдайға ауылымыз быт-шыт шығып өртеніп жатыр дейді, қайтпайтын деңіз ауылымызға деп. Ойбу мынау
баратын жерінде жоқ еді, құдеке тағы да сіздің үйде қалатын болдым ғой деп. Тағы жатып алып. Сосын болмағасынан айтам дейді, құдеке қалжың ғой, әзіл ғой. Ойнап қалжыңдап айтып едім, ауылыңыз аман есен, орында екен өртенбепті десе, ай молодец, спокойно жататын болдым ғой деп. Құда қаласа мынау жақсылығымда жолығып қалды. Жастар енді оң араға жастардың ата-аналарының үлкен дәмді тілек өткізгелі келген екен, өзіңізден бір жақсы тілек болсын. Жоқ, қайтпай қойды ғой қазір. Бір жеті болды ғой. Ассалаумағалейкум. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әр нәрсені сатып алады ғой. Сатып алған күн шығар. Біз енді жаңа ағайындарым, ағаларым айтып кетті ғой. Қоңыраттың ішінде божбан, былайша шежірede ұржық деп айтайды. Ұржық жұмық болып келеді. Мына халықтың көбісі қаршы болып кеткен. Біз есі бір әулеттен қазір үлкен 5-6 атамыз 3 әйел алған еді. 3 әйел, 3 баладан 9 бала. Сол 9 баладан қазір 150 үйден астық қазір. Еркек кіндікті шаңырақ құрған. Аталарымыз үлкен мазарат несі бар, сағанасы бар. Көше деген әулие бар Түркістанның несінде. Содан 10 километр жерде таудың бауырайында пішкен Түркістанның несі секілді салынған сүмбетіп салынған сағанасы бар. Жылда май айының аяғында жиналамыз. 30 үйіміз Ташкентте тұрады, Яңгелде. Біраз үйіміз Астанада тұрады, Алматыда тұрады. Сол жылда бір ас береміз өзіміз. 150 үйдің 100 шақты үй келеді. Бұда жегжатымыз келеді. Тарқарап өзен ағып жатыр. Ата-бабамыздың еккен бауы сол бойы тұр. 3 адамның құшағы жетпейді. Ата-бабамыз еккен болған әлгінге шейін. Сол мына қазберімлерімен 4 атадан барып қосылам. Бірақ әлі еш асқан жоқпыз. Жиынымыздың бәрі бірге. Менің өзім 4-ші атам көбелек божбан жеп болыс болған өзі. Сапабрай болыспен көбелек болыс деген. Көбелек деген Мұса екен, бірақ жеңгелер қойған Қоқан хандығы кезінде 30 жыл болса Түркістан ауылынан 30 жыл бастаған көбелек болыс. Соның мен шөп-шегімін болды. Енді баяғыда бір атам айтқан екен, қонақ болып барғасын, тамағын береді, киім шапанын жабады, бірақ қай ел жүзін білгенше біреудің есім біл, атын біл деген секілді, сонда елміз біз. Осы бәрі ағайын туыс, жат. Енді жаңа айтып отыр, 5-шіміз қазір 12-13 құдалық өзі болса. Енді жаңа ағамыз ертерек кетті де 5-3 қыз ағамнан қалды. Өзім 4-3 не отырсың, 12 отырсың. Бәрінен әйтеуір. Осы жерде әуелі ода ағайынның арқасы. Енді сіздермен құда болған әйтеуір естігеннен бастап сұрасып білмейміз ол жетсайды, басқа да емес бізден. Осы Есата жағымда бір-бірінің қызына батқан ел, адайдан құдам бар, ұлы құдам бар. Сіздермен де менің бірақ нәрсем әйтеуір сұраған кезімде мұсылман бекен, иманды бекен, солған әйтеуір. Өзім осы алғашы құдалығым осы жақсан деген құдам. 39 жасында құда болдым. Сол жүргенде жынысын көңге ішіп қойыппын. Алдында жаңағы інілерін үйлендірдім, құдалықта болдым, үштігіне қымас едім. Шешем келіп айтты, баламна көп сөйлеп қойдым деді. Одан кейін арақ ішкен жоқ болсы. Қазір 18 жыл болды. Одан кейін құдалықтың бәрі осы иманды халалда сақамын етіп. Құдаларым бәрі рахмет, үстінен білет. Сондықтан осы сіздерінде жаңа көкеден айтып жатыр. Әкеміз 13 жасында намаз оқыған деп. Біздің әкеміз шешіп намаз оқып өткен. Өзім Алла берді 12 жыл қарды қалып қайттым. Былтыр алдың әпшеміз жерден барып қайтты. Қазбегенің 2 рет барып қайтты. Үлкен бабаларымыз барған екен. Қазір той келеді, бір әпшем 7 мәрте барып қайтты. Емір әпшем. Сол иманды болғанда қуандым. Намаз оқып екен. Үйінде әйтеуір бәріне намаз оқы деп айтамын. Шамасы еш оқиды. Біреу кейде өткізіп қояды, біреу не қып қояды. Сондықтан құдалығымыз жарасын, құда қаласа Алладан сұрайтынымыз сол. Енді
Құдағиымыз аманшылық жазып кетсін. Ертеңгі кездесейік. Құдай қаласа. Дені басым сау болсын. Құдағымыз мәңгілік болсын. Шабала құрмай-ақ қойыңыздар. Еттің май шашылып кетуі мүмкін бір-бірімізге. Енді Құдай қаласа мынау қыздарымыз солай өткен бар, Құдай сені тастай батсын. Иншалла. Баяғыда осы тойымыздың иесі Оңғар сияқты ағамыздың Алла тағала нәсіп еткен 5 қызы болып, сөйтіп бірінші күні үйіне жұмыста шаршап келсе, бірінші қызын Қарағандыға алып қашып кеткен ғой. Қызының артындағы жасауын жасап беріп, енді үйіне кіріп демалайын деп жатса, екінші қызын Ақтауға алып қашып кеткен ғой. Оның да артындағы жасауын жасап беріп, енді үйіне кіріп демалайын деп жатса, үшінші қызын Семейге алып қашып кеткен ғой. Қалғанда қыздардан қалдым ғой, бұны да елден жұрттан қалдырмайын деп, оның да артындағы жасауын жасап беріп, үйіне келіп, әйеліне айтады дейді, қатым бізде қанша қыз қалды деп. Шаршап кеткен ғой үшеуі де. Сөйтсе әйел айтады дейді, жаным ау, алжиын дегесін ба, әлі 2 қызымыз бар ғой десе, көршілерге таратып бере саш деп тұр. Құдай сен тастай басын. Анам жалғастырайын. Біз де қуанып жатырмыз. Жастар бақытты болсын. Әр уақытта сіз біздігіміз ажырамыз. Тек жақсы той болсын. Бәрекелді. Енді мына ас келіп жатқан тұста құйрықтай бір-бірімізге жұмсап, бауырдай бауырмашыл болайық деген ниетпен мына құдалықтың кәдесі құйрық бауыр аса төрәсін өткізіп, ал құйрық бауырлар жағайын. Қасымда отыр жаста, құйрық бауыр асатайын, ауызыңды ашқада. Бір-біріңізге құйрықтай жұмсап, бауырдай бауырмашыл болыңыздар. Енді мына баяғыда мен бір соғысқа қатысқан атам болып еді, ағайын. Сол атамнан сұрап еді, ата соғыста батыр болу үшін не істеу керек деп. Сөйтсем атам айтады ғой, балам, соғыста батыр болу үшін шошаңдай бермей, окопта жату керек. Біз алдарымызда шошаңдай бермей, ақ тілегімізді әрмен қарап алмастырсақ, жалғастырсақ. Жаңа құдалар жаққа сөздің тізгінін берсек, яғни осындағы Феруза құдағиымыз бастап келіп отырған 1000 жылдық құдағиларымыздан, Шамиза анамыздан, және Рахманберді ағамыздан, Әсия анамыз бен Ибадулла ағамыздан, Дінмұхаммед ағаларымыздан жақсы бір тілек ниет болсын. Аллах тілек өздеріңізде. Жаңа құдалар. Жасымен, жолмен. Кәделеріңіз болса, жасап бітіңіздер соңында бірақ. Құда табақты алдына қойғанда бірақ ала береді. Иә, соны айтып жатқан ғой, қарап тұрған екен ыңғайсызданып жатырмын да өзім жағынан.
Міне бүгін бір Алланың жақсы күн екен, бір Алланың нұры жауған күн екен. Иә, біздер де мынау біраз жерден келіп Алматыдан кеше шыққанбыз өзі. Сол кеше шығып Шымкентке демалып, сол Шымкенттен бері қарай жетем дегенше де біраз жер болдыңыз. Кентауды көрмеген едік, естігеніміз болмаса. Бүгін көріп жатырмыз, жастардың арқасы екен. Бұл да бір Алланың бұйрығы шығар. Мына екі жас бірін-бірімен танысып. Сіздердің қыздарыңызға құда түсіп, біз келіп жатырмыз, қолын сұрап. Бүгін сырғасын тағып, ата-бабамыздың әдет ғұрпымен жөн жоралғысын жасадық. Құдалықтарымыз құтты болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Сіздерде қыз бар екен, бізде ұл бар екен. Осындай Алланың осындай жақсы күнге жеткізгеніне сіздермен келіп, үстіп құда болып жатқанымызға мыңда бір тәубе айтамын. Мынау жаңа бәрін таныстырып өтіп жатыр. Енді бізде жаңағы үлкен ағам, екі ағам бар, таныстырып өтті ғой енді. Өзіміздің ауылмен ауыл аралас, қой қоралас, өзіміздің Қоңырат екесіздер. Ол ар жағымызда бәріміз Кировский район дейтін едік. Бұрын сол большевик болса өзімізге тиіп тұрған жер ғой барлығы. Барлығымызда сол неден шыққанбыз, Киров ауданынан. Енді мынау, Божбанның қызы екен деп естіген екен, ана өзіміздің кіші күйеу боламызға айтып жатырмыз. Ойбай, сенің ағайындарың екен, сенің туысқандарың екен деп. Енді бір қызымызды беріп отыр екен, қызап жатырмыз. Бұл да енді Алланың нәсіп еткені шығар. Мына түрлеріңізді көріп, жүздеріңізді көріп, қуанып отырмыз. Барлығымыз иман жүзді, жүздеріңізден нұр төгілген жақсы адамдар екенсіздер. Өте қуаныштымыз. Алланың бұнысына да шүкірлік. Жаңағы үлкен ағамнан екі ағам айтып кетті, өсіп өткен жанымыз деп. Бізде біреудің Алла жібін аттамаған, сол әке мен ананың тәрбиесі қанымызға сіңген, ана сүтімен дарыған кішіпейілділік, сол біреудің көңіліне қарап, біреудің Алла жібін аттамай жүрген біздің қанымызда бар. Мен ойлаймын, бауырымның балдары да өте жігіттің сұлтандары, өте жақсы жігіттер деп, күйеу балдарымызды көрдіңіздер, жүзінен нұры төгіліп, иманды бала, 5 уақыт намазын оқып жүрген, бір адамның алдынан көсе-көлінен өтпеген, үлкеннің бетіне қарап тік сөйлемеген бала. Енді сондай алтындай жігітті, алтын сақадай дейді ғой жаңа бұрын қазақтың сөзімен. Сондай алтындай жігіт сіздерге бұйырыпты. Енді сіздердің қыздарыңызды енді Алладан тілеп отырмыз. Сол жігітке лайықты жар болатындай, 8 қырлы, 1 сырлы, жаңағы ауылымыздың келінің алды болсын. Жаңа бір кісі айтып жатыр ғой жаңағы. Ауылдың келінің алды болсын, көшенің келінің көркемі болсын деп. Сондай болсын. Аяғы құт болып келсін. Біздер Мырзахановтар әулетіне аяғы құт болып келіп, құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын. Дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын, тойға жайылсын. Тек қана осы үйге, осы әулеттерге біз тойға келейік, жақсылыққа келейік. Сіздер де Құда қаласа енді басталып жатыр осылай, енді құдалыққа барып, солай тек тойға, жақсылыққа араласып, сіз бізіміз жойылмасын. Мына енді жақсының жақсылығын айт, көптасын деп, мына құдашаны көріп отырып, үлкен екен әулеттеріңізді, осы ненің, Алмагүл ма? Алмагүл құдашаға, танысқаныңызға қуаныштымыз құдаша, генерал екенсіз, шеніңіз жақсы екен сіздің, генерал деген. Құдалықтарымыз құтты болсын, осылай құда болып, сіз біздесіп жүре берейік. Біздер тек қана тойға келейік, сіздерде тек қана тойға барыңыздар. Қыздарыңыз биыл бала келін аталып жатса, келесі жылы ана келін аталсын, одан кейін ана келін аталсын. Біздің әулеттің бір келіннің алды болсын деп тілеп отырмыз. Мына бауырымның үйінде 6 ұл бар, қыз жоқ, келіннің денсаулығы болмай қалды. Сондықтан енді балалар сәл кітіріңкіреп жүріп қалды. Соған енді бұйырған осы екен, осы 3-ші бала үйленіп жатыр. Мен айтып жатырмын, қаптың аузы ашылса, осы келінің аяғы құт болып келсе, өзі арғарап балдарды, алып кел деп неғылатын шығар деп. Жаңа айтып жатыр ғой самада. Молодец қылады, қаладес қылады деп. Қаладестен Құдай сақтасын, молодец болсын. Келіндеріңіз, қыздарыңыздың аяғы құт болып келсін. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Дастархандарыңыз тек тойға жайсын. Алла тек жақсылыққа келтірсін бізді. Аумин.
Әрме қарап жалғастырайық. Жаңа құдалар. Құдалықтарыңыз бола берсін. Ана той басталғалы бері жақсы тілектер айтылып жатыр, соның бәрі Алланың құлағына шалына берсін. Қызыңыз ол март айында біздің Гүлжан екеу келіп үйден дәм дауысты татып кеткен еді. Сөйтіп біраз сіздер туралы. Әзілдеп айтқанбыз. Мына қызды келін қылып алам деді. Осы сол екеуміз екі жағында отырғанбыз. Сіздер туралы айтып, ауылда осыласа әке-шешем осы жерде жұмыс істеймін, Гүлжанмен деген. Алла қаласа дендері сау болсын, екі жас бақытты болсын, бала шағалы болсын, солардың қызықтарына тоймай жүре берейік біз амандық болса. Екеуіңіз аман болыңыз, Құда жарып. Төрге шыққаныңыз құтты болсын. Құдай болса. Қаптың аузы ашылды деп отыр, алтын қаптың аузы. Енді жаңағы Гүлназ сөйлей берсін қалған қайындарын. Жақсы. Мақтап айтсын, жақсылап айтсын әйтеуір. Аяқтана берсін қалған балалар. Деніміз сау болсын, әрқайсымыздың үйі той болсын. Той тойғаласа берсін. Той жұғысты болсын барлығымызға. Аман болайық. Әрме қарап. Құданың құдасы құнан қойдың сорпасы дейді. Жақсы тілек ниет өзіңізде. Әнесі ма? Аумин. Әрмен қарап жалғастырайық. Енді құдалықтарыңыз оңшылдық болсын. Жәке негіз мен құрда тетелес ағам 61-ші жылғы, мен 63-ші жылғы. Мынасы менің 65-ші жылғы. Тай құлындай кебісіп бірге өскендерімізде келіп. Ал енді жаңа сіздердің айтқан уақыттарыңызда бір сағат кешігіп келіп, ағаларым асығыс басты үстін толығымен қамтып таныта алмады. Мен соны көп болмаса да, енді қандай жерде шыққанымыздығында алдырақ айтып кетейін деп да. Құдайға шүкір, мынау жақсы тілектер айтып жатыр ғой, ол жақтан соны әумин десін. Біздің әкеміз енді сол өңір жақсы біледі. Әкеміз енді өзі жалғыз ағайынды, но ағасы Ұлы Отан соғысына кетіп, сол соғысқа барып, екі орден алып соғысқа қайтыс болып кетті. Содан әкеміз айтты ғой, 13 жасында намаз оқыған. Сөйтіп жүріп, әке-шешеден де ерте қалған, бірақ дегенмен жақсы білім алған, 2 диплом болған, қызметте істеп жүріп, намазында қатар оқып жүрді. Жаңағы Совет одағының тұсында намазға, Құран кәрімге өте запрет болды, соған қарағанда тағылып оқып жүрді, соны көз жүзбе көріп жүрді. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесін дейді екен. Әр інісінде, әр бауырындай көрген тұңғыш ұлы, Құштай көрген Алматыға жетелеп апарып сықитын экономиканың қызымен бітіріп келіп, бұл кісі сол кісінің өз әкесінің экономист болып кейін қолда әкем неге шыққасын зейнетке главный бухгалтер болып істеді. Одан кейін 3 район қосылғанда бүкіл әлеуметтік қамсыздандыру департаментінің бастығы болып, 3 районның несінде қызмет атқарып, биыл құрмет демалысына шықты. Одан кейінгі ағамды да жақсы көретін еді. Ана інісіндей болды, ол кісіні көп жұмсамай, бұл енді бұл кісі үйдің бүкіл шаруашылығына, хозяйственный жағын осы кісі нетіп жүрді. Алматыда Каспийдің тарих факультетін бітіріп, комсомол комитетінде істеген. Комсомол комитетінде Киров ауданында істеген. Былай жалындап нетіп тұрған кезі ғой, қызу кезі. Одан кейінгі Феруза әпкеміз, енді анамыз аурушаңда болды да, кейінірек біз ескіліп, ұядан ұшқан екен қайтыс болды ғой. Жатқан жерлер жайлы болсын, енді жүрегім занеп тұр. Сосын бұл кісіні медик қылды. Осы алдындағыларға не болсын, артындағыларға қамқор болсын деп. Жаңағы айтып жатыр ғой, Құдаша генерал екен деп, біздің де генералымыз.
ағаларымыздың балалары үйленгенде, менің балаларым үйленсе, мен мына Шәкенің балаларына да кәдімгідей иә жүгіріп кәдімгідей иә біз айтамыз Феруза сен өзің білесің деп қойып отыра береді. Bir minutқа бола ма? Режиммен оңғармаған дұрыс па? Уже сағат 7 болды да. Кафеде күтуіміз керек. Одан тағы 5-ге баруымыз керек. Дұрыс Кетіп қалуымыз айтасыз. керек. Қысқа нұсқа тоқтатсын. Иә. Сонымен бәрін толықтырып айтып оқығандарыңызды айтып жатсыздар ғой. Мен де айтқым келіп жатыр да. Мен енді сол елдің қызы болғасын, сол елдің намысын қорғағым келіп тұр. Өйткені бұл кісілер жұмыс істеп, былай әдеби көркем сөзге онша нетпеген, төлпен. Білесіздер ғой экономистер неткен. Осында сіздердің бүгінгі бен құдаларыңыз да схидің экономпарын тоже жақсы немен бітірген. Ауылда экономист болып, ажытта қарыз жасап, қозында главный экономист болып істеген. Содан кейін жетсайдар істеді бір банкте, одан Алматыда қазір Халық банкінде істеп жатыр. Начальник отдел дейді ғой, бөлім бастығы. Құдайға шүкір, мына 6 ұлын өсіріп, бәріне жоғары білім берді. Естіп жатырмыз, қуанып жатырмыз. Одан кейін енді мен менің үйдегі жолдасым, ұлы жүздің баласы, мына Созақ өңірінен бажасы екеуі де Алматыда тұрады, екеуі де подполковник в отставке, жоғары білімді азаматтар. Одан кейінгі сіңілім менің Иняздың ағылшын тілін бітіріп, қазір үлкен бір гимназияда жаңағы еңбегі сіңген деген атағы бар, неше түрлі Кейін шәкірт болып онда. Иә. Ал бізде сондай оқыған, өнген жерден шыққанбыз. Бірақ біздің әкеміз өзі жалғыз өсіп, жетім өсіп, былай енді ағайындарымыз бар ғой, Құдайға шүкір. Бірақ сіздердікіндей тума бір әкеден шыққандар бізде онша көп емес та. Бірақ Құдайға шүкір әкеміздің артынан осындай үлкен азамат, арыстандай азаматтары бар. Ұлдары бар, осындай қыздары бар, өрсін кеңейтіп құдаларын бәрін. Енді әкем намаз оқып, мешіт салдырып, мешіт ұстап кеткен кісі. Соның ұрпақтары мына Әбдіғаппар. Жақсы жермен құда болдыңыздар деп айтқым келеді. Жақсы. Интернетте естіп жатырмыз, интернетте бәрін естіп қойған. Рахмет, Алла разы болсын. Интернетте күшті бір сағат кейін қайтады. Сөзін сөйлесін, несін астырман. Қыз тілеулес дейді ғой, қыз. Бұл қыз тілеулес болып айтып жатыр енді. Біз тілеулеспіз. Қана бисмиллахир-рахманир-рахим. Оңғар бауырым мынау қызы ұзатып жатқан тойың құтты болсын, Құдай қаласа. Мен өте қатты қуандым. Сен қызым, мен қызымдай ғой енді. Мен Божбан дегенге қуандым. Жаңа айтып жатқан әңгімелер бұл күйеу балалар айтқан. Көрдіңіз ба, орманда дейді ағашын жақсы, қызын жақсы Божбанда дейді. Көрдіңіз ба, күйеу балалар айтқан. Бұл жатамай қалған. Иә, ол кісі біледі. Енді Құдай қаласа құтты болсын. Шәке, мынау құда болып сіздерге мынау төлге шыққандарыңыз Құдай қаласа құтты болсын. Екі жас бақытты болсын менің айтқаным. Мына ниеттеріңіз дұрыс екен. Бізде мынау біздің қайдағаларда солай айтады. Мынау өскен, өнген, жаңағы айтқан бар ғой, сондайдан аулақтау деп тілеген шын. Алла тағала тілек береді, ниет дұрыс болса. Сізде солай тілепсіз ниет. Бұл Алла тағала құдіреті күшті. Оны әкеп қосыпты. Біз таныстырған жоқпыз. Өздері Алла тағаланың қалауымен танысты, табысты Құдай қаласа. Екі жас бақытты болсын. Осындықтан барлықтарына жақсылық той тілейміз. Мынау айтады ғой, шешесі мақтаған қызды алма, жеңгесі мақтаған қызды ал дейді ғой. Шәкесі айтып жатыр, мен 100% қосыламын. Мен бұл жаққа құда болғаныма шүкіршілік айтамын, сансыз. Көп жерде айтамын. Қысқа нұсқа. Түсіндіңіздер ғой? Құдай қаласа зор. Менің қызым да зор болады Құдай қаласа. Құдай қаласа мен айтамын. Енді жиі қарап тұрам ғой енді. Туысқан көрдің ба? Жақсы. Алла қаласа. Әуел Алла. Сөйле. Құрметті мынау құдалыққа жиналып отқан осы әулеттің ең жақын деген жанашыр құдай жаттары және мынау өзімнің ағам Шаймерден жеңген Зояның мынау тұңғыш жаңа қуанышы. Екі жастың бас қосып отырған құдалық тойында отырмыз. Баршамызға құтты болсын, осындай тойлар шоғысты болсын. Мен мынау Оңғарбек құдамен Гүлнар құдағи өзім құрдасым екен. Сондай қызығып қарап отырмын. Бәріміз де үміт күтіп отырмыз. Осындай тойлар шоғысты болсын, екі жасымыз бақытты болсын. Енді мынандай аналарды көріп, мен енді
артық сөз айтуға болмайтын шығар. Осындай тәрбиеден, осындай ортадан шыққан қыз бір әулетті өзі тербеп, жаңағы жақсы сондай бір тәрбиелі, ел сүйсінетіндей бір сондай дана келін болып кетеді деп ойлаймын. Екі жаққа да кірге келмейтіндей. Енді біздің жеңгеміз кішкене ауырып қалды, сондықтан осы Боржанды мақтай беріп жатыр ғой, соны дәлелдесін деп айтқым келеді. Соны дәлелдесін, сол әулеттің, бүкіл әулеттің ең үлгілі бір сондай алға тұтатындай бір жақсы келіні болсын. Иә, үбірлі шүбірлі болсын, артынан ере берсін. Жаңағы 5-6 бала дайын тұр ғой енді, үйленейін деп бірінен кейін бір. Осы келінің аяғы құт болып, тойдан той жалғаса берсін, сіздерді тек тойларда, осындай қуаныштардан көруді алға нәсіп етсін. Енді, баяғыда бір сварщик ағамыз болған екен, тойға барып, араққа өлесі мас болып, ішіп алып, тамададан микрофон тартып алып, әрдеңін бір айтып қоймайды екен. Сөйтіп жеңгеміз дайындап жатыр деді, егер қазір тойға барып, арақ ішіп сәл қызып қалсаң, сөйлемей-ақ қой. Қосылам деді, артында үндемей тұра бер деп. Сөйтіп әлгі сварщик ағамыз тойға барған, араққа өлесі мас болып ішіп алған, тамада мақтап тілек берсе, әлгі сварщик ағамыз микрофонды алып айтып жатыр дейді. Маған дейін айтылған тілектер менен кейін айтылған тілектерді сварклим деп тұр ғой. Сол айтпақшы, осы уақытқа айтылған тілектер, осыдан кейін айтылған тілектердің бәрін Алла тағала қабыл етсін. Енді осы құданың сыйы, мынау құда табағымызды құдамыздың алдына қойып, рұқсат болса мына асымызға бата қойырсақ, одан соң жөн жырағымызды жасап, киітімізді қойып, мынау екінші мейрамханамызға баруға әрекет жасасақ, одан соң алла тойымызға. Ал құдамыздың сыйы құда табақты. Табыстауға рұқсат етіп, аспазды бата қыламыз, сосын аламыз. Ал құдамыздың сыйы құда табақ табысталып жатыр. Бір қол соғып қошемет көрсетейік қадірменді ағайын. Құдамыздың сыйы құда табағымыз. Енді илах аумин деп көке өзіңіз бата берсеңіз. Аумин. Асқа деп дастарханға бата қойыңыз. Дастарханға берекемен кетпес сәулет кең бейі берсін. Аманшылық, тыныштық болсын, той қаласын, екі жас бақытты болсын. Енді жаңағы отқан жерге барып, қуыс үйден құрышқан болмас, орамал тон болмайды, жол болады деп өздеріңізге арналған жөн жаралғымызды, киітімізді қояйық, одан соң мейрамханамызға баруға әрекет жасайық. Келіңіздер құдалар. Келіңіздер, бері жақындаңыздар, жоғары отырып алыңыздар. Көрпешеге жақсы отырып алыңыздар. Ал қалған ағайын сәл сабыр сақтай. Ана артыңызда. Шаймерден құдамыз, міне бас құдамыз, бір қол соғып қошемет көрсек қадірменді ағайын. Бас құдамыз. Нұрлыбай құдамыз қолыңыз көтеріп қойыңыз. Ибадулла көкеміз. Алла деп Қалған ағай сабыр сақтай. Күйеу балаңыз. Немере баламыздың аты кіреді. Немере баламыз Абдығаппар. Бала кеме қалған, мә. Абдығаппар күйеу балдарыңыздың құдай емес қой. Шатаспаңыздар, бұда шатасуға болмайды. Өте апасың момент бұл. Бұда шатасуға болмайды. Сондықтан асықпай. Құдағиларға бірыңғай алтындай жарқырап жүріңіздер деген ниетпен алтын сақина тағылып жатыр. Бір қол соғып қошемет көрсетейік қадірменді ағайын. Құдағиларға.
Kol soğuk koşumet ayamayık hadi ağayın. Kudağılarımızga altın tağılıp жатır Kuday kalasa. Altınday jarkırap tağıp жүріңіздер. Lambartқа өткізіп жібермеңіздер. Endi sen sabır saqtayık. Құдаға норфый шапка, қол соғып қошемет көрсетейік. Басқа киіңіздіңіз. Параға. Құда жақсылап киіп жүріңіз. Как раз 112-де сообщение келіп жатыр, ертең Түркістан облысында күн суыт дейді. Киіп жүріңіз. Ыстық денеңізде тоссын. Келесі. Көрпе кімнің атынан? Көрпе ағайындардың атынан. Генералдың атынан ба? Үш апкесінің атынан. Түйенің жүнінен жасалған көрпе. Осындар бақалармен өздерін Қыздар мен күйеуалдардың атынан. Бәріне бірыңғай бөліп жармай. Шатаспаңыздар, аспаңыздар. Аяға беріңіз, ұлына беріңіз. Құда балам. Енді кім қояды? Жақындаңыздар. Мына кісіге беріңіз. Ұлына беріңіз. Алтын жалатылған күміс білез. Және де аналарымызға бірыңғай қаржылай сыйлық. Осы әулеттің 1000 жылдық құдағи Майра құдағидың сый-сияпаты. Майра құдағидың матасы анау-мынау мата емес, киелі мата. Жеті құдалық көріп келген мата. Нағашылардың сый-сияпаты. Нағашылар ма? Ағайындардың сый-сияпаты. Арнайы құдамызға костюм шалбар. Құдағидікі. Үлкен құдамыздың. Құдағид. Шатаспаңыздар. Ана ақ пакет тамаданың атынан қабыл алыңыздар. Тамада музыканттардың атынан. Бәріне жеткізіп алып келген жеткізіп Мына көрпелерді құдалар көрмей қалатын болды ғой бұрсын. Енді болсақ сәл сабыр сақтайық. Ортаны ашайық. Енді сәл сабыр сақтайық. Оң қараға келе қойыңыз.
Жаңа кәделерді құдамыз сізге тапсырайын деп жатыр. Ағайындар бір қос қошемет көрсетейік. Арнайы жаңа құйрық бауырдың кәдесі. Құда табақтың кәдесі оң қарағымызға тапсырайын деп жатыр. Бір қос қошемет көрсетейік. Келin. Кәдені бәрі осалар. Генералға беріңіз, генералға. Барлық кәде осының ішінде. Bir қошемет көрсетейік қадірменді ағайын. Енді сәл сабыр сақтайық, мына құдаларымыздан бата сұрайық. Иля қауымин. Енді осы әулеттен бір үлкен қариямыз болса бата берсеңіз. Шақырайық әулеттің үлкен. Осы Божбан әулеттің үлкен бір көкеміз шақырайық. Келіңіз аға. Иля қауымин. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Canlı Xudoy qabul et, canlı qavmin qabul et. Xudo qalasa Xudoligimizda 1000 yildigib, Xudo 7 yaşımızda baxt et. Hadi sırtqa шығып жақсылап билеп, мына мейрамханамызға баруға әрекет жасайық. Енді ағайындардың орын түгесі. Құдай Nakşi ben bu sorunu. Kamera. Masal Kudala sosu. Keldi. Türlü beleceden Bakalım bakalım. Kutlarının amandan bir kutlasın bir Kiyefin normal yerli bak, kızlarla kutlasın şahsıklı dayıları. Hamda құдалардың алдында дәмдерді ашайық, наннан үзейік, сусыннан, шайдан қояйық кәнеге, жақсылап құдаларымызға қызмет жасайық. Ал құдалар ағайындардың дастарханына қош келдіңіздер. Төрден орын алғандарыңыз жұп olsun, жаңағы құдалықтарыңыз Алла тағала мәңгілік етсін. Жақсылап сусыннан, шайдан құйыңыздар құдаларымызға кәнеге. Құдалар, құдағилар, амандассаң сауап аласыз деп тағы да бір амандасып қояйық. Ассалаумағалейкум. Төрден орын алғандарыңыз құтты болсын. Енді Құдай қаласа, шаңырақ көтеріп жатқан екі жасымыз, осындағы қарияларымыз, аналарымыз сияқты әдемі қарнаюды Алла тағала нәсіп етсін. Құдай қаласа істеп жатқан кәсіптердің Алла берекесін беріп, зейнетке шығуын нәсіп етсін. Ілгеріде бір жол полициясы ағамыз пәлен жыл қызмет жасап, сол қызметіне зейнетке шықты жол полициясы ағамыз. Сөйтіп жанындағы жора жолдастары сұрап жатыр дейді, досым-ау, аман есен зейнетке шықтың ғой, ең алғашқы пенсияңды, зейнетақыңды қалай жаратасың деп. Сөйтсе жол полициясы ағамыз дейді, қазір жолға шығамыз, кім жол ережесін бұзбайды, соған бірінші пенсияңды, зейнетақыңды берем деген ғой. Сөйтіп Кентауды білесіздер, бәрі жол ережесін бұзып жатыр дейді. Қарап қалса бір ағамыз келе жатыр дейді, 50-мен жүр деген жерге 50-мен жүр, светофорға тоқтады. Сөйтіп жол полициясы ағамыз соны тоқтатса, ағамыз жүгіріп шығып, өлі аға, мен ештеңе бүлдірген жоқ сияқты едім ғой. Мені не үшін тоқтаттыңыз десе, вот, сен ештеңе бүлдірмегенің үшін мә саған бірінші пенсиям деп. Сөйтсе шопыр ағамыз қуат бітті, ойлап дұрыс болды, прав алатын болдың ғой деп. Сенің праваң жоқ па десе, алдынан әйел түсіп келеді, аға ол ішіп аған оттай береді деп. Сен еще ішіп ағасың ба десе, артынан қалт-құлт етіп бір кемпір түсіп келеді дейді. Айттым қараңғы ағалар сендерге, ұрланған машинаны айдамаңдар деп айттым деп.
Senin машинаң еще ұрланған ба десе, біреу багажды алдатады дейді, ашпасқыр мен сияқты бала жатыр дейді, көке шекарада өтіп кетеді. Сол айтпақшы, Құдай қаласа мына 2 жасымызға аман есен осындағы қарияларымыз сияқты әдемі қарнаюды Алла Тағала нәсіп етсін. Енді мына божбандар ел ағайындардың дастарханына қош келдіңіздер. Келген аяқтарыңызға гүл бітсін. Құдай қаласа мына бүгіннен бастап қолдарыңызда қондырып жатқан құстарыңыз, керімдеріңіз құтты болсын. Ұзағынан сүйіндірсін, баянды болсын, ғұмырлы болсын, тұғырлы болсын. Енді жалпынау батаменен елге көрер, жаңбырменен жерге көрер деп осы қуанышымызға келіп отырған, осы құдаларымыздың көшін бастап келіп отырған қарияларымыздан жақсы бір бата тілегін тыңдап, осы ағайындардың дастарханын бет-пердесін аштырып алсақ, яғни осындағы Нұрлыбай ағамызбен Нұрлыбай ағамыздан және де Фанзелия апамыздан жақсы бір тілек ниет болсын, бір қошеметтеп қояйық екен құдаларға. Көкеміз сөйлеп жатқанда шулап отырған, екі ора өсек айтып отырған адамның кредитінің проценті өсіп кетсін. Шуламай тыныш отырған адамның кредиті компьютердан өшіп кетсін. Сәл сабыр сақтайық. Ал көке Ақбек өзі. Құдалар жақсы, жаңа оңғар құдамен, бұлар құдағының үйін жақсы көріп, ағайындармен, құда жегаттармен танысып, барлық құрметті көріп алдыңыз. Сіздеріңізге, сол жасап атқан құрметтеріңізге рахмет. Сіздер де осындай той көріңіздер. Едейміз, барлық жақсы тілекте жаңа 2 жасқа айтып жатыр ғой. Сол 2 жасыңыз бақытты болсын, шүбірлі болсын, өсіп өнсін. Ата-анасына мейірімді болсын. Осындай тойлар бәлеріңіз үйлеріңізде болсын. Мына бізді күтіп отқан құдамыздың ағайындары, құда жегаттарына рахмет. Ағайындар шығар еді, иә? Ағайындар, божбандар. Осы елге қуаныш той болсын осы елде. Бәлерің той көріңіздер. Ұзатылмаған қыздарыңыз болса ұзатылсын. Келін аламай айтқандарыңыз келін алыңыздар. Той боласын, тойдан кетер болмасын. Бәлеріңіз бақытты болыңыздар, аман, оңнан болыңыздар. Түніне ойлап тұрсам шолақ екен, адамзат бір-біріне қонақ екен. Осылай тілек айтқан құдамызға қаттырақ қошемет тұрсақ болады екен. Әрмен қарап жалғастырайық құдамыз. Құрметті құдалыққа, ұзатуға қатысып жиналып отырған жалпы жекжаттар, құдалар, құдағилар, ағайын туыстар. Мына бүгін біздің құдамыздың мерейін асырмаққа осының ағайындары, мына құдаларды кең дастархан жайып, мына бізге тағы да осы жерден ізетті жалғастырып отырғанына біздер көп рахмет айтамыз. Мынау ағайын тату болса ас көп, ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса ас көп деген. Мына сіздер өздеріңіз татулықтарыңызды бір-бірлеріңізге сондай мейірман екендіктеріңізді көрсетіп, мына дастархан жайып, күтіп, осы құдаларды қайтсек риза қылып аттандырып саламыз деген жақсы ниеттеріңізге Алла сіздерді жеткізсін дегім келеді. Бағанда да айттық, мынау Қоңыраттың баласы, біреуі көктің ұлы, біреуі көтеншінің баласы деп екі бөлмей-ақ сырдың екі жағын қоныстанып жатқан елміз. Енді міне бүгін сіздерменен бұрын осы жақын орта өз-өзіңіздер қыз алысып, қыз берісіп жатсаңыздар, біз енді Сырдарияның арғы бетінен келіп, мына сіздерге құда болып отырған жайымыз бар. Мынау тарихта көбірек айтады, оны кеше күнге дейін жалпы көпшілік білмей келді, оны білдірмеуге де атсалысқан болу керек. Мынау сіздердің бабаларыңыз алпамыс дейді. Сол алпамысты тек сіздерге ғана емес, бізде сыртынан егеленіп, бізде біздің Кербі ауданы деген ауданда кіреберіс жерімізге қойып алғанбыз, ол кісінің үлкен
Ал оның үстіне мына Шымкенттің төңірегінде, Шымкентке кіре беріс жерде, төбеде Шымкенттің төбесіне қарап, Шымкентті өзінің қас-қабағынан бақылап тұрған тағы атамыздың үлкен несі бар, мүсіні бар. Міне осы сол мүсінді қоюға атсалысқан Божбанның атақты қалталы ұлдары аман болсын. Мына талай ғасырлар өтіп кеткен атаның аруағын шат қылмаққа істеп жатқан қызметтері өсе берсін. Аллаға жаңағы аруаққа арнап атқан істер алға қарап баса берсін дегім келеді. Міне сондай үлкен бабадан тараған ұрпақпыз. Жалпы сіздерге ғана ортақ емес, бәрімізге Қоңыратқа ортақ. Бұған бізге ғана емес, мына өзбек ағайынды таласып жармасып әлі де келе жатыр. Міне жақсыға бар жерде талас бар ғой. Жақсыға таласа, жаманға таласпайды ғой бұл сонда. Міне сондай атаның ұрпағымыз бәрімізде, сіз бен біз. Міне сондай жақсы аталардың жақсы ұрпағы болуға Аллахым біздерге нәсіп етсін. Сондай үлкен аруақты аталардың аруағы қолдап, сондай ұрпақтар дүниеге әкелетін болсын деп мына жаңадан алып отқан келінімізді Алладан сұраймыз. Баршаңыз осындай тойлар, құдалықтар жұғысты болсын. Жастарымыз бақытты болсын. Құда қаласа мына Шаймерден құдамыздың шарана келетін әрбір сәби би болсын ағайын. Недеген мен аштан шапалап би болсын. Би болмаса да би келетін үй болсын. Жоқ дегенде осы ауылдарыңыздың әкімі болсын. Байлар жандардан әкім болсын деп бір қосоқ қошемет жасайын. Әрмен қарап, Танзель апам жақсы тілек ниет өзіңіздер. Жақсы тілек айтыңыз. Ана асқа қараңыздар, дәмге қараңыздар, сұқ болмасын жақсы. Ағайындардың асқа қараңыздар. Жоқ, қазір, той жеңшемді. Астан алыңыздар суықтабай. Бірінші құдалығым төрге шыққан құдамыздың жауабы құдамыз құтты бола берсін. Екі жасына бақытты болып өзінен өніп көбейе берсін. Өмірлері ұзақ, дендері сау болсын. Шаңғара биік, босағасы берік, керегесі кең болсын. Асып қосқан алтын қосағалар аман болсын шырақтар. Дендері сау болсын. Алтын көпір дейді ғой, алтын көпір күйеу ғой. Аман болсын шырақтар. Көбейе берсін. Шаймардан зоялар осылардың рахатын қызықтарын көре берсін. Аяғы жазып кететін шығар. Көрсін, немере шөбере. Өзім ойыншақты шөберем бар ғой, шөбере көрсін. Ата-енелерінің жолын берсін бұларға да. Ол кісілер жақсы адамдар еді. Немерелеріне жолын берсін аталарын бағыларын. Бала-шағалар көп болсын, дастархандарың мол болсын, дендері сау болсын. Құдалар сіздер күтіп алсыздар, іштен берді. Рахмет сіздерге бәріңізге. Жақсы адамдар екен сіздерге. Сіздерге жұмысты болсын осы құдам. Амин. Құдалық көрсін, той көрмеген той көрсін. Не деймін сол үшін? Дендері сау болсын, 2 жас бақытты болып, көбейе берсін. Әрмен қарап, анамыз жалғастырайық, жақсы тілек. Тілек Тамақтың алдында. Ағайындардың асы голубцы келіп жатыр. Жалпы бұл голубцидың қазақшасы бұрыш, бұрыштың ішіндегі күріш. Жақсап алып жеп отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Әрмен қарап. Құдалар сіздерге рахмет, дастархан жайып бізді жақсылап күтіп жатқандарыңызға. 2 жас қой енді. 2 жасымыз бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Тек қана тойда аман есен жүріп кездеседі. Раумен айтқаныңызға, сен асты қараңыздар, астарыңыз дәмді болсын, енді сіздердің құрметтеріңізге ортада жақсы бір әсем ән болсын. Вальстың королі атанған Шәмші Қалдаяқ ағамыздың жақсы бір әнінен папури болсын. Сіздер мына асқа дәмге қараңыздар, астарыңыз дәмді болсын ағайын. Келіңіздер. Арнайы вальстың королі атанған Шәмші Қалдаяқ ағамыздың әндерінен бір керемет папури болсын. Қабыл алыңыздар, мына астарыңыз сіңімді болсын ағайын.
Дәл мен осындай керемет әндерді бізге мұра болып тастап кеткен шәмшіқалдай адамымызға мыңдаған рахмет. Енді мен осы тұста байлар жандар руының елі, рулы елінің ұлы Әбдуғаппар бауырымыздың мақтағын келіп отыр ағайын. Мына ілгеріде осы Әбдуғаппар сияқты бауырымыз бойдақ күнінде сөзге шәл шорқақ білем, анасына келіп айтып жатыр дейді, ана, мен осы көрші ауылдың қызына ғашық болып қалып едім. Сол қызға сезімімді білдірсем, қалай білдірсем болады деп. Сөйтсе ана шіркін данышпан ғой. Ай балам, семіздікті тек қана қой көтерген ғой, сен ол сөзіңді қызға айтпа деп. Бірінші қорада тұрған қойға айт деген ғой. Сөйтсе бала ананың сөзіне сені қораға тұрып, қойдың құлағынан бұрап тұрып, жаным мен сені сүйем, аспандағы айды алып берем, күнді алып берем деп жатса, әкесі қораның жанына өтіп барып көріп. Әлгі бала кешке қызға барайын деп айнаның алдында оянып таранып жатса, әкесі сұрап жатыр дейді, ай бала, қайда барасың деп. Сөйтсе жай әке деп. Сөйтсе әкесі айтады дейді, ай балам, қайда кетсем онда кет, қорада тұрған келінге шоқсап кетсесің. Енді мына ағайындардың екінші асы, ыстық кәуабымен шашылығымыз келіп жатыр. Асқар ағаңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Енді мен мына өмірге қазақ болып туылып, қазақ болып жүргеніме мыңда бір шүкір деймін ағайын. Мына ілгеріде осы Забира сияқты құдағиымыз Петропавлдан орыс мінезді келінсіп, келіні бір ауыз қазақша білмейді, енесі бір ауыз орысша білмейді. Сөйтіп келіні таңертең ерте шай қойып енесіне келіп сұрап жатыр дейді, ене, я чай поставила, где Аташка деп. Сөйтсе енесі айтты, айналайын келін, атам қой бақып кеткен деп. Сөйтсе ене не поняла, по-русски можно десе, сонда енесі бар орысшасын жинап айтып жатыр дейді. Айналайын келін, атам пошел на қой деп. Если ищешь Аташку, ты тоже иди на қой деп тұр. Сондайда Құдай сақтасында қазақ болып туылып, қазақ болып жүргенімізге мыңда бір шүкір. Енді өмірде қазақ деген сөздің өзі киелі екен ғой ағайын. Оңынан оқысанда қазақ, соңынан оқысанда қазақ. Бір іс беріп шарт қойсаң, тындыратын қазағым. Ұнамайтын адамын сындыратын қазағым. Кең даланың елігін атып алар қазағым. Машинаның шақсын сатып алар қазағым. Түнімен ішіп ауырып, жатып алатын қазағым. Тойыңа келіп билемей отырып алатын қазағым. 9 ай сайын әйелім тудыратын қазағым. Әйелім туды менің деп жудыратын қазағым. Боксерларды жинап ап, бой қылатын қазағым. Ағайынды жинап ап, той қылатын қазағымыз аман болсын деп бір қазақтар жүгіршіметтен қоя келді. Енді біз мына Түркістан облысы болғаны естіп жатқан Түркістан облысы бойынша байлар жандар елі менен божбандар елі сияқты ешкім той тойлай алмайды, ешкім құда күте алмайды дейді. Рас па? Рас. Дәлел бар ма? Бар. Қандай? Мен сіздерге жалпы қалай екенін айтып берейін. Мақтанбай-ақ сөйлейін, сөзімді менің мақтан дер. Жаттамай-ақ сөйлейін, сөзімді менің жаттан дер. Мен қазақтың баласы, әлемнің алып даласы, бабалар жүрген ақтаңбен. Монғолия білсең біздікі, қазақ малын баққан жер. Астрахан да біздікі, жалаңтөс баһадүрлермен Төле би орнын тапқан жер. Орыстар ренжімесін, Москва да біздікі, Момыштың ұлы Бауыржан, немістің басын шапқан жер. Немістер ренжімесін, Германия да біздікі, 9 май күні Рахымжан Қошқарбаевтар Рикстаққа туды таққан жер. Парижде білсең біздікі, әміре әнші ән салып, жұлдыздай болып аққан жер. Египетте біздікі, бүкіл Мысырды билеген Қыпшақтардың атасы Бейбарыс бабам жатқан жер. По-моему, өтірік айтып. Аспанда ғарыш біздікі, Тоқтар мен Талғат қосылың, алауын барып шаққан жер, жалауын барып тапқан жер. Мына Кентау да біздікі, божбандар менен байлар жандар руы құда болып жатқан жер. Құлақты түрсең ағайын, айтатын сөзім тағы бар. Мен қазақпын танып ал. Божбан, Найман, Қыпшақ байлар жандар деп бөлінбейік, бәрінің де бағы бар. Кризис келді деп жатыр, бәлкім бұл сөздің шаны бар. Қазақта какой кризис? Қорасында малы бар, дастарханында наны бар, нұрын төгетін Алласы, кәрі болса да Нұрсұлтандай ханы бар. Енді менің тілерім, тек осындай тойдан құдалықтан ғана шаршайық, қалғанның бізде бәрі бар екен ағайын. Енді мен ойлаймын, қазақта үйсіп төрінде құдаларын шығарып, құдаларын күтіп жатқанда, қай-қайдағы бір сырттан келген шетелдіктер өзімізді өз жерімізден ысырып шығарып жатыр. Мынау еврей келіп елді алды, Қытай келіп кенді алды, ұйғыр келіп төрді алды. Айналайын қазағым, алынбаған мен қал.
алынбаған осы тойын құдалығын ғана қалып, олар тойыңды ала алмайды. Неге ала алмайды? Өйткені әсемәнге сала алмайды, көкпар шаба алмайды, құдаға құсап құдаға шапан шаба алмайды. Миллион Қытай 100 мың еврей жинаса да, божбандар менен байлар жандар руының бір құдалық тойындай бола алмайды екен ағай. Енді құда қаласа, 2 жасымызға осындағы ақсақалды қарияларымыз және ақжаулықты аналарымыз сияқты әдемі қартаюын насіп етсін. Құда қаласа екеуі 90-ға келсін, 100-ге келсін. Баяғыда бір ағамызбенен көкеміз Алла Тағала нәсіп етіп, 90 жасқа келіп, 90 жасқа келген тұста таң намазын оқып, Құдайдан бата тілек тілеп жатыр дейді 90-ға келген көкеміз. Роббана Карим, 18 мың ғаламды жаратушы ием, тура жолдан адастырма, өзіме күш қуат бер. Алла Тағала артымнан қалған ұл қызыма жақсы өмір көруді нәсіп ет. Алла Тағала тура жолдан адастырма, өзіме күш қуат бер деп 90-ға келген көкеміз тілеп жатса, артынан ұйып тұрған анамыз айтып жатыр дейді, ай шал, өзіңе күш қуат сұра. Тура жолға өзім салып алам деп тұрсын. Осы тура жолдан адастырмайтын ақжаулықты аналарым заман болсын. Баяғыда бір соғысқа қатысқан атамыз айтқан екен, мына өмірде әйелмен соғысқанша неміспен соғысқан 1000 есе артық депті. Неге десе, немістерді сонау 1945 жылы қуып жібергеннен әлі келген жоқ дейді. Әйелді түнде қуып жіберсең, азанда қай Гитлер деп кеп тұрады дейді. Осы тура жолдан адастырмайтын ақжаулықты аналарым заман болсын. Енді мына дәм келіп жатқан тұста ақ тілекті біз бас құдамыз Шаймерден құдамыздың бір жақсы тілек ниетін тыңдай, бір қосып қошеметтеп барлықтарыңыз үйлеріңізде той болсын, ұлдарыңызды ұяға, қыздарыңызды қияға қондырыңыздар. Бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, көргеніңізде сізге жойылмасын. Бақытты болайық бәріміз. Аумин. Жақсы, құдамыз тілегіне, жақсы алдарыңызға бұйырған дәм түзіне алып жеп отырыңыздар. Жоқ. көптеген той жиынға барамыз. Жалпы құдалық тойдан да біліп, осы өмірде ағаларымыз өзіміз қатарластар, енді біз кеше сайылды көрдік, орыс мектепте оқыдық, орыс танып кеттік.
кейбір жерлерге, өңірлерге барсаң, мына қасымызда Өзбекстан бар, Ташкент қой, бауырлас. Дініміз, діліміз бір деп, өзбекпіз дейміз, мына жақ Қытай келді деп, әндершіл боламыз. Берісіна қырғыз дәстүріміз, дініміз бір деп, өзімізге тартамыз, төбіміз түркі деп. Мына бір жастарымыз бар, мынауын халал, мынауын харам деп, ақылдыңды айтып жастағылар ақыл үйретіп жатады дегенменде, түйіндеп келгенде мына Саят айтқандай, орыс емеспін, шұбарланғанменен тіліміз, араб емеспін, ислам болғанменен дініміз, түрік емеспін ағайын, түркі болғанменен түбіміз, өзбек емеспін, бір болғанменен жүгіміз, қырғыз емеспін, ұқсас болғанменен түріміз, Қытай емеспін, түссе де соған күніміз. Мен қазақтың кең байтақ даласы, батыр бабасы бар деп, соны біліңіз деп кейінгі ұрпағымызға осындай салтымыз, дәстүрімізді үйрете білейік та қазақтықпен мақтанайық. Енді мына кешегі көненің көзі, асылдың сынығы деп, қариялардың батасын алған бөлімдегі құда болып жайғасып төр аттап келген менен рұқсат болса, осындағы мына құдашаларымыз, құдағиларымыз келіп жатса, Феруза құдашаға, Әнзел апамызға, Шакиз апамыз, Рахманберді күйеу дейді мінеге, Әсия Ибадулла, және де Дін Мұхаммед құдаға бір жақсы тілекті берсін, бір қошеметтеп қойып. Мархабат. Söyleyeyim olsun. Ağır hep gidelim. Енді жаңа жақсы тілектердің барлығы айтылды. Құда болдық деген осы, жөн жоралғының бәрі жасалды. Құдалықтарыңыз құтты болсын. Бауырыма да айтам, түрге шыққаның құтты болсын, шаймадан құда болғаның құтты болсын, құдалығың мың жылдық болсын. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа, тойға жайылсын. Екі жасымыз бақытты болсын. Әңгіменің барлығы ата-ананың тілегіне, қызымды жақсы жерге берсем дейді, жақсы жерге келін алсам дейді. Енді құданы да құдай қосады дейді. Алланың бұйрығымен екі жас өзі табысып мынау құда болып жатырмыз. Сіздерден қызды алып. Енді екі жас бақытты болсын. Екі жасқа Алла тағала жүректеріне иман ұялатсын. Бастарына сана берсін. Бақытты өмір берсін. Екеуі бір-біріне жаңағы не дейді, мәңгілік махаббат берсін. Сол екі жас бақытты болса, екі жас жақсы болса, біз сіз бәріміз жақсы боламыз. Тек қана осы тойға келейік, тойға жайылсын. Мынау қыздарымыз тұрмысқа шығып, ұлдарымыз үйленіп, тойымыз той боласын. Мынау үлкен дастархандарыңыз үшін бас иіп рахметімізді айтамыз. Бүгін өзіміздің ұжымның атынан. Не дейміз, екі жас бақытты болсын. Жақсы тілектер айтылып отырмыз, сол тілектердің бәріне қосып отырамыз. Бақытты бол. Әге мына төрге шыққаны құтты болсын, құдалықтарың құтты болсын, құдай қаласа. Үйлеріңіз сау болсын. Әрқашан осындай столда жақсылықта, қуанышта жиналайық. Жақсылығымыз көп болсын, қуанышымыз көп болсын. Еліміз сау болсын, шапқылап жүре берейік. Сіздер осында біз анда аман болайық, құдай қаласа. Амандықта, жақсылықта жүздесе берейік. Той бөлісейік, Алла тойға жеткізсін. Тойдан тойға жете берейік, құдай қаласа. Амин. Allah'ın kutlu işgal kutlu olsun. Kutlu olsun arkadaşlar. Kutlu olsun. Gelecek kadar yattık, toya çizdiğimiz arkadaşlar. Ödülü kozulan. Amin. Toy bәрімізге ортақ қой. Осында осы тойда отырған адам бәрі жақындар ғой, ниеттес. Алла тағала көптің тілеуін берем деп жатыр. Жақсы тілектер айтылып жатыр, қосыламыз. Аумин. Екі жас бақытты болсын, құдай қаласа. Осы екі жастың арқасында Алла тағала қосында құда болып жатырмыз. Шәке мына төрге шыққаныңыз құтты болсын, құдай қаласа. Құдай қаласа артынан той жалғаса берсін. Ой, құдай қаласа. Ай, осы жылдың аяғына дейін біраз уақыт бар әлі. Тағы бір екі келін түсіріп, келесі жылы аяқтауға әлбір нәсіп етсін енді. Таза шықпа. Енді сіздер де мынау қыз беріп жатсыздар, сіздер де құдай қаласа келін түсіріңіздер. Осы жақсылық той сіздерге де жұғысты болсын. Айтып отырамыз, біз өзіміз
қызымыз бой жетіп, ұлымыз ер жетіп отқасын, мынандай жақсы тілектерге аумин аумин деп отырамын мен. Құттың беуін берем дегесін. Аумин, аумин. Бұл шын ниетпен айтып жатса, аумин деп періштелер аумин деп қойса, бұны өзі Құтекең өзі божуандардан бір келін болса деп жүреді. Құда жұғыс болып шәкең өтіп құда қаласы божуаннан аватсың ғой. 2 жас бақытты болсын. Өнсін, өссін құда қаласы. Барлық уақытта жақсылықта, аманшылықта кездесу Алла тағала нәсіп етсін. Жақсы. Аумин. Ағайын тату болса, ас көп дейді ме? Ас көп дейді. Ағасын тату болса ас көп дейді. Әр үйде еркекті басын төрге сүйетін әйел еркеледі дейді ғой. Бүгін мен енді мына божбол елдің әйелдердің мықтылығын көріп отырмыз, куә болып отырмыз. Сіздер де жақсы құдалық жүрді отырыңыздар. Осындай дастархандарыңыз берекелі, мол бола берсін. Рахмет сіздерге күтіп отқандарыңызға. Енді жер мен жерді байланыстыратын су әулие, ел мен елді байланыстыратын қыз әулие дейді ғой. Қыздарымыз біздерге жақсы ниетімен, құтты қадарымен келсін. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болып, алтын көпір болып, тоның ішкі бауындай жақсы араласып, жаңағы ортақ немерелеріңіз көп болып, соның қуанышына қоймай, соны жақсы азамат етіп, иманды салиқалы ұрпақтарды өсіре беріңіздер. Біз соған куә болып, соған қуаныштарыңыз бөлісіп жүре берейік. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ылғи да осындай құдалыққа дастархан жайып, шаршамай жүре беріңіздер. Жеке-жеке осындай құрмет ізет жасап жатқандарыңызға рахмет айтуға болады. Осы тойдың барлықтарыңызға жұғысты болсын. Енді барлық осы мынау үлкен ағаларым, жеңгелеріміз, мынау аяулы аналарымыз, әпке жезделерім барлық айтып жатыр. Осы кісілердің барлық тілегіне мен қосыламын. Осы кісілердің жүрген жолдары, осы кісілердің жаңағы балаларының ата-анасын тыңдап, сондай салиқалы ұрпақ өсіріп, осындай дәрежеге жетіп отыр. Мен өз басым ойлаймын, әлі үйленбеген, қызын ұзатпаған кісілердің барлығына осы Ассалаумағалейкум. қуаныштарды бөлісіп жүрді Қадірменді ағайындар, өзіміздің уақытымызды ысырап етпейік. Мынау енді алыстан жақыннан ағайындарында алып жиналып жатыр екен. Өйткені қыз ұзату той деп санаулы уақытта өтеді де кетеді. Сол себептен бір кісіде атсалысайық деген ниетпенен дастархан иелері ағайындарымыз сөйлесін. Осы жерде түйіндеп 90 сөзін толықтай түйінін, сосын тойханаға баратын әрекет жасайық. Ал енді үлкендеріміз, дастархан иелері. Әбеке. Тойханада бір билейік та енді. Шаңырақтары биік, берік болсын. Бізден енді қыз құда қаласа шығарып саламыз, кетеді, сіздерге жетеді. Сіздерге барғасын тастай батып, судай сіңе берсін. Келесі жылы құда қаласа шілдехана тойда да басымызға өлең бар. Жақсы тұтасаңыздар тәттікі жайлы берсін. Бара берің. Құда қаласа барады. Екі жақ бақытты болсын, бірлі болсын, ата-анаға мейірман болсын. Әр уақытта сіз біздің Біздер осы
осы ойлады болмыз ғой. Жол барар екен да осы. Соны жаңағы қазақ орысша білмейді ғой. Жаңағы жол хорошо десе атамыз айтар екен. Ай кемпір қазанас хорошо көрген деп атып айтады. Солар ма? Түсінбейді ғой сол. Айтып отырмын екі жас бақытты болсын, ұзақ болсын. Üzerimize korkma jastık oluyor. Ayşe jatlar arızdan mı koymayın? Bern tanıtırıp, tanıtırıp. Ne oldu? Sağ olsun. Ne diyelim? Kızımız bizden gelip sizlerge var. Hastaya var. Resintsin. Yek var. Ne diyeyim? Abi жақсы олай берсін. Олай айтамын. Енді құрметті құдалар, құдалар, баяғы заман болса, әрқайсыңыз бір үйден бір малдың басын жеп, 5-6 табақ ет жеп, қона жатып, сондай заман болатын еді. Енді мынау уақыттың тығыздығына, жолдың алыстығына байланысты бүгін мынандай енді топ береке болды. Айып етпейсіздер. Ал енді тағы айтам, төрге шыққандар құтты болсын. Мына ағайындар жаңа Баласау құдаңыздың үйінде дәм тұзын тартып төріне шығып едіңіз, енді ағайындардың төріне шығып едіңіз. Тағы да төрге шығып құда болғандарыңыз құтты болсын, құда 1000 жылдық болсын. Ал енді бізді кішкентай бір жапырақ қызымыз балалық шағын әкесі шешесінің алдында еш нәрсені ойламай, ойына еш нәрсе кірмей өсті енді. Бақытты нағыз ата-анасының алдында бақытты шақ өтті. Ал енді сіздерге аманат. Енді бүгіннен бастап сіздер алып кеткеннен кейін біздің қызымыз сіздің елді бақытты қылуға барсын. Сол үшін осы бәріміз тілектес болайық. Қызымыз барған жерде тастай батып судай сіңсін. Божбаннан 3 жек жаттың болса аштан өлмейсін дегенде мақал бар. Екеуі бар екен енді. Ағы жатарсыздар енді. Ал енді өзі үйтіп-бүйтіп жаңағы жолға шығатын уақыттарымызға таянды. Енді ағайынның, құдаларыңыздың құда жекжаты, жора жолдасы, ауылдастары барлығының ортасына түсіп, ой тойлап, бірдің атын білгенше 1000-ның жүзін білей ма? Талай адамның жүзін танып, елдеріңізге қайтатын сәт келді. Сәт сапар, аман-есен елдеріңізге барып, қауышыңыздар, келін түсіріп, бет ашар істеп, қуанышта болыңыздар, құдағиға сәлем айтыңыздар. Жазып кетсін. Келесі Тәттішайда өзі келетін болсын. Біз тілектеспіз. Сол үшін енді мінекей ағайынның несі дастарханы осы. Қарағандыдан келген жеңгем сөйлейді енді. Қазір әулетімізді үлкені сол Қарағандыдан сөйлейді. Екі жасының бақытты болмай, екі жас бақытты болсын. Өмірлері ұзақ болсын, өмірлі шүбірлі болсын, адам келін болсын. Араларыңызда божбандар бар екен. Мынау күтіп тұрғанның бәрі божбанның қайын мен қайындарын, балаларын күтіп тұрған. Бәріне рахмет. Бірліктері бұзылмаған, сондай божбандарымыз келе-келе таныса бересіздер ғой енді. Сол рахмет сіздерге де өстіп, дастархан басында барлығымыздың бас қосып отқандарымызға. Тойға жалғаса берсін. Осында ақ дастарханда кездесе берейік. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Баяғыда бір ерлі зайыпты өмір сүрген екен дейді. Сөйтсе, періште келіп айтыпты, сіздерге Алла Тағала сәлем айтты. Қаласаңыздар, жас кездеріңізде байлық береді, зейнет береді, қартайғандарыңызда бейнет береді. Жоқ, қартайғанда бейнет берсін, жас кезде байлық берсін десеңіздер, қалаңыздар өздеріңізде. Сөйтсе, күйеу айтыпты әйеліне, біз жас кезде кедей болайық депті. Жас кезде күшіміз көп, жұмыс істейміз, үйтеміз, бүйтеміз, күн көреміз, Құдайға құлшылығымыз жасаймыз, үйтіп-бүйтіп. Ал енді қартайған кезде байлық көрсек,
рахаттанып құлшылықпен өмір сүреміз депті. Құлшылығымыз жасап, жаңа барыс келісімізді түзулеп деп. Әйел айтыпты, жоқ мен керісінше ойлаймын депті. Одан да жас кезімізде байлық берсін, жүрейік, әттен құлшылығымыз жасайық, қажылыққа барайық, садақамызды берейік, жаңа елге жәрдем көрсетейік, қартайғанда бір нәрсе күн көреміз деп. Сөйтіп екеуі таласып, бір сөзге келе алмай, сол күйеуі өзінкін айтады, бізге жас кезде қартайғанда байлық берсін, келіншек айтады, жоқ бізге жас кезде байлық берсін деп. Сөйтсе ертесіне періште келіп, Алла Тағала мынау екеуіңнің пейілдеріңнің туралығына қарап, байлықты жас кезінде де берді, қартайғанда да берді деген екен. Сол сияқты мына екі жасымыз Құда қаласа бірін-бірі сүйіп қосылған екен, екеуі бақытты болсын, екеуі бай қуатты болсын. Құда қаласа осындай осы еліміздің бір мақтанышты отбасы болсын. Айтқаныңыз болсын. Бар ма алып қосарлар? Білмеп сөйледі ма? Сөйледі. Мен құрдас. Қалан деген бауырым үйіндегі. Маған 2 ай үлкендігім бар. Өнер деген. Әр бажамыз, әр балдызымыз. Әр келін. Құрметті той басқандарымыз құтты болсын. Құда қаласа той қаласын. Үйіміздің қызымыз енді Құда қаласа бала келін болса, Құда қаласа енді жыл ана келін болсын. Осы мен қайнағам шаңдарында Құда қаласа жегендеріңіз той болсын, көргендеріңіз той Бар ма алып қосарлар? Қосамыз ба? Енді рұқсат болса мына құдаларымыздан дастарханымызға бата сұрап, билеп мына тойымызға баруға әрекет жасайық. Бола ма? Рұқсат болса, құдеке, еле қауми. Жалғыз Алла, өзің ғана болғайсың жар. Әр пендеңе өзің пана, өзің болғайсың жар. Мына 2 жасымызға бақыт берсін, дәулет берсін, бейіштік берсін, түрлі бәле-жаладан сақтасын. Өсіп өнсін, барлық үйде той болсын. Енді осы әулеттің үлкені. Осы нағашым берші, нағашым. Аумин. Ассаламайым, құдалар. Құда келгетті. Бата. Сатарханың берекесін берсін, амандығын берсін, Сатарханың дәметі әр уақыттан ие берсін. Бәр уақытта Татархан жақсылыққа жайлы берсін. Енді қазақ айтады, ақылды кісіден сұра, кісі рұқсат етсе, кішіден сұра дейді. Бұл кештерде жас болсақ та бас болып келіп жатқан жайымыз бар. Енді менен де осында келген барша ағайын туыс Құда жекжатқа деген бата болсын. Елі қауми. Адамдардың бәрінде тек жақсылық ой болсын. Әрбір қазақтың үйінде дәл осындай той болсын. Аймана жұртым қазағым арайлап атар таң болсын, ұлдарың өсіп хан болсын, қыздарың өсіп ар болсын, 18 мың ғаламның несібесін жеткерген жаратқан ием божбандар әулетіменен байларжандар әулетіне жар болсын. Құда қаласа, Оңғар ағамызбенен Шаймерден ағамыздың үйінің бұрыш-бұрышы бақытқа, қуыс-қуысы қуанышқа, шаңырағы шаттыққа толсын, дуалынан доллар, есігінен евро, терезесінен теңге кетпесін. Келесі жылы Құдамыздың шаңырағына шілдехана 5 той қылуды Алла Тағала нәсіп. Ал енді баршамыз ортаға биге шығайық, жақсы. Билеп тойымызға барайық.